Армысыздар, бармысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін 30 тамыз елімізде Конституция күні деген мереке болуда. Барлықтарыңызды осы Конституция күнімен құттықтаймыз. Бүгін біздің қонағымыз зейнеткер, экономист, шабыт және елорда билері кеңесінің мүшесі Оспанов Хамза ағамыз. Қош келдіңіз аға. Осы Конституция күні деп жылда соңғы жылдар тойлап жатамыз. Биыл 28 жыл толды деп жатырмыз. Жалпы Конституциямыз біздің ең кенже бір жас конституциялардың бірі деген пікірлерді айтып қалып жатады. Сіздің сол туралы ойыңыз қандай? Соны білгіміз келеді. Рахмет айналайын. Бірге де және ұзағынан болсын деймін мерекемізді. Менің әдейі айтайын дегенім, біздің Конституциямыз осы тақылетті көне заңдардың бірі, мүмкін алғашқысы да болып қалар. Иә, оныңызға ешқандай таласымыз жоқ қой. Бірақ кейбіреулер бізде осы Конституция түгілі мемлекетте болмаған деп жүр. Иә. Ондай адамдарды көрдіңіз бе? Және оларға не дер едіңіз? Не десем де өз еркім, не десе де өз еркім деп неше түрлі негізді де негізсіз айтатындарды, сөйлейтіндерді білем. Олардың атын атап айтудың қажеті жоқ сияқты. Ал айтқандары егер олардың дұрыс болса, оларды мен тыңдаймын. Ал егер бұрыс болса, сол тыңдаған жерінде айтқандары қала береді. Бүгінде Американы, ақшты өркениетті елдердің көшбасы дейді. Экономикасы да бірінші орында дара тұрған мемлекет дейді. Иә, бұл ақиқат, бұл шындық. Бірақ оның бір қызығы бұл уақытша ғана. Дамудың кейбір көрсеткіштері бойынша әлемдік бірінші орынға ақштан да басқа елдердің таласы бар. Әлемнің жаңа бір бөлігі бұдан 20 мың жыл бұрын белгілі болған екі континент 1507 жылы Америка деп аталған. Жалпылай және мәдени жағынан айтсақ, Америка Европаның мұхиттың ар жағындағы алыс бір қарапайым, жабайы провинциясы болғандай. Солтүстік Америка әуелі Америка штаттарының конфедерациясы, кейін Америка құрама штаттары болып аталып, 1787 жылы өз конституциясын қабылдады. Сондықтан бұлар ақштың осы конституциясы көне конституциялардың ең біріншісі, алғашқысы деп қалыпталған пікірдің туындауы. Бірақ бұл пікір жалған пікір. Неге олай ойладыңыз? Оған қандай дәлелдеріңіз бар? Иә, дәлелдерім бар. Қалың елім, жұртым, қазағым, мыңдаған жылдар бойы ата-бабаларымыздың салт дәстүрі мен өсиеттеріне сүйене отырып, бүгінгі күнге де жетті. 15 ғасырдың екінші жартысының басында ұлы Жәнібектің, Қасым ханның бастауыменен халқымның көптеген әдет, ғұрып, билік, күнделікті күйбең тіршілік туралы мақал мәтелдері жүйелі түрде зерделеніп, шоғырландырған ережелер жиынтығы елімізді басқарудың ең басты құралына айналды. Әділдік пен қоғамдық тәртіптің сарада дұрыс жолы деп халық қабылдаған 5 тараудан тұратын ережелер жиынтығы Қасым ханның қасқа жолы болып аталды. Осы Қасым ханның қасқа жолының конституциядан несіге, неге оны ата заңымыз демейміз? 2 ғасырға жетер-жетпес уақыт ішінде толыққанды күшіне еніп, және Есім хан мен Әз Тәуке ханның заманында одан әрі жетілдендіріп, 7 жарғыға айналды. Осы 7 жарғыны біздің ата заңымыз, немесе қазіргі заман тілімен конституциямыз деуге ешкімде қарсы болмас. Енді өзіңіз анықтай беріңіз. Біздің ата заңымыз, конституциямыз көптеген конституциялардың ішіндегі көш басы ма, не жасы ма? Жақсы аға. Ал енді осы мен ойлаймын, адамдардың бір қасиеті таңдау. Иә.
осы айтып отқан екі конституцияның салыстыра қарағандағы, яғни артық кемін айтып берсеңіз жақсы болар еді. Өте жақсы, өте дұрыс сұрақ. Әрине, бұл жалғанда артық кемсіз ештеңе де жоқ. Бүгін жақсы дегеніңді уақыт өте ескергендіктен күнделікті қолданыстан қалды демек түгіл ұмытып та қаламыз. Осы тұста халқымыздың даналығына таң қалам және соған мен сүйенем. 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан деген дана қазағым. Жетілдіру мен дамудың белгілі бір шегі бар деп айта алмас саналы адам. Адамдар сияқты әр елдің де өз қалауы мен өз таңдауы бар. Жақсыдан үйреніп, жаманнан жиреніп жүру біздің негізгі қағидамыз. Болған соң айтарым, ақш-тың конституциясының көпке үлгі болар жері бар. Сонымен қатар кемшіліктері де жоқ емес. Десек те, олар менен американдықтар ақыл сұрап жатпас. Және ақш-тың ішкі де сыртқы істеріне менің араласуым дұрыс емес қой. Ал өзіміздің ата заңымыздағы кемшіліктер мен олқылықтардың бары көпке мәлім. Ендігі мақсат сол олқылықтардан, қателіктерден жылдамырақ арылу. Айтқаныңыз келсін аға. Енді дегенмен де осы ата заңымыздың сол осал жақтары туралы айта кетсеңіз. Ой айналайын, толқықтаймын осы сұрауыңызды. Өте тамаша сұрақ қойдыңыз. Оған жауап дайын. Бірақ уақыт аз, уақыт тапшы. Сондықтан алдағы уақытта жүйелі түрде оның бәрін айтатын, саралайтын күн туар жөні болар деймін. Рахмет, дұрыс айтасыз. Бүгінгі қысқада нұсқа берген сұхбатымыз үшін сізге мың алғыс. Көп жасаңыз. Құрметті көрермен, осымен біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Көріскенше күн нұрлы болсын. Сау, саламат болыңыздар. Әмин.